Senin жынды класстастарың. Асқар, кітап оқы. Подсознание... Подсознание... Geç. Кіріп кетсе кітапқа. Мен өзің оқы. Подсознание... Ең ол тартады екен. Ағай, медет бар ғой. Темек тартады ғой. Насып айтады ағай. Арақ ішеді. Ағасы мен қыздарға барады. Ағасы мен ұлдарға барады. Неге айтасың? Бармайды. Ағай айтпақшы жаңа. Еңбек ағай парта таситын екі ірі жігіт жіберіңдер деген. Сол қасыңызға дышша қайда алып барып қайтсаңызшы. Бар екеуін барып келіңдер. Дана. Күресейікті. Ручка бар ма? Ручка? Кәс. Не бәлелер салып алған. Ішінде, может, мантаварка бар шығар сумкаң? Ішінде мантысы бар шығар мүмкін? Ағай, мантысы. Шұқыланып қалған роднойың. Өз сынып тұрған. Малсың ба сындырдың? Не алдың ана? Мынау жылы жел ұрмай қалды. Не алдың ана? Бергел. Не анау? Люстра ма? Люстра болған бұрын. Мал? Не істейсің? Мынадан қазын дауыс шығады екен да. Мына жерде өлі холодильник. Неғып ашып отырсың ау бұйды? Көрейін мен қалыңды. Мал? Неге мен түсіп жойын жатырсың ба? Аузың шашыды ғой сен. Let's go, la la la. Bitch, I'm a dance like a. Sana айтам да оған. Аның мұртың бар ма дейді. Подруганың нөмірі емес. Маған фото жеш. Андай фото жешейм саған. Чё душқа мен скрин жатсың? Сен бармайсың, негізінде менің бывшаяма ұқсайсың. Жігітім бар, тіспеш маған. Чё, жігітің не істен, а? Передай привет, Киндам, кто там хотел, что там, как там, Сенің бала-шағасы бар роднойың. Макстың тойына барасың ба? Жоқ, қатын төркініне кеткен 4 бала-шаға қарап отыр ма? Өзіміз бармасақ та Каспийден барады ғой жаңа. 7 теңгем бар, соны салып жіберемін. Не жеп жатсың? Құрт қой жаңа, балам жепті да столдың астына тастап кетіп тауып алғам ғой жаңа. Шаң болмай ма ол? Бала жеген ғой. Нормально киім алсаң, мен жүргенге 1 жыл болды ғой. Ой, ана памперс майда шүйдеден артылмай жатыр ғой. 40 теңге бар ма, бір памперске жетпей тұрады бір. Номер қандай енді звондап? Звондама? Бала оянып кетеді жаңа, әрең ұйықтап шыққым, кілт бар менде қазір. Құрт жейсің ба? Беш. Біреуін жеймін да қалған балама апарам мен. Балам жақсы көреді құртты ше. Бесі біреуін. Жейсіңдер ғой. Балдарға барып келік те. Қызым садикке апару керек қазір. Садикке баратын болған ба не уже? Үлкен мектеп бітіріп жатыр ғой. Аралассаңдаршы кішкене. Братан, мынаның арты ашылып кетті ол машинаның. Кеше бала-шаға отқан үзгічонка төгілген ана жерге отырып қалмашы, былай отырса. Міне гипсогордон ба? Қаншаларды өшіріңдерші, кеше беліміз тақ қалған мен. Ең жүрегіміз тақ қол. Қашан үйленесің, братан? Қартайып жатырмыз. Маш, родной, жассың ғой, кеттік клубқа. О, привет. Қай жылғысың? 2005. Папа, қазір қызым келеді де, өзіңізді серьезно нормально ұстаңызшы. Мен сен бір жерде осы уақытқа дейін бір жерде ұятқа қалдырып пе ма? Енді ескертіп жатқаным папа. Сен мені өйтіп сомнение ұстама. Папа, танысмаңыз, красавица ұл бала. Саламатсыз ба? Ұлдың баласы, қыздың данасы мен. Кәне тұрып қапты. Саламатсыз ба? Келіңіз отырыңыз.
Похуй отыра салады келсе. Иә, осы похуйлығымды қою керек еді. Азиз! Ау, мама! Еркек көмектесін! Кәз! Тансатыңыз келінмен, мен мама көмектеспейін кәз. Смело, әңгімелесіп отырмыз келінмен, да? Қырындап түйсетін сияқты түріне қарасам. Сүйістіңдер ма? В смысле сүйістіңдер ма? Иісі бар еді аузының, жумайтсын. Не айтып кеттіңіз вообще? Аяғын иісі плотно шығады, мойында шаш шуаш жаман сасиды. Иә, иісі бар кішкене. Ой, үшін сондай нашар бала бұл. Менің нөмірін жазып ал, немен общение істеп. Не аласың бұны? Лас қой, лас. Не айтып жатсыз? Адам емес екенсіз вообще, түсіңіз ба? Өзім звондаймын. Папа, не алдыңыз? Тағы жестко әзілдедіңіз ба? Әзіл көтере алмайтын келін маған керек емес, кетіп қалды өзімен өзі долдан. Давайте. Басқа қызды. Басқа қыз. Да фига. Охранник родной. Не істеп тұрсың? Темекі. Знак қарсы знакты. Не знак бұл? ПГ. Пир кетесің ар жаққа қарай. 35 метрден кейін шегесің. ПГ-ны білмейсіңдер ма? ПГ. Братан, көтеріліп кетсің ғой, Осы жердің бәріне өзім қарап атырмын ғой қазір. Полный менікі. Насыбайды қойған шығарсың, братан. Білдіртпей, атоласын да көрші. Төртке орты күтті жүре береді. Басып келеді. Не істеп тұрсың? Қарап тұрмын. Қалпатша ұрлап жүрген шығарсың, ұрлықшы. Күнде сендер үшін жиналыста сөз естейміз біз. Ұрлықшы. Өзің машинаң ба, братан? Қоясың, братан. Өзіңдікі ма? Иә. Тұра бер, брат. Бақа саған қарай бір әже кетіп бара жатыр. Қолында таяғы бар, жай жүріп жатыр. Кәрі әже, оған тиіспе. Өзі әрең жүр. Жұмысқа тартсай мен бірдеңе ғой. Сокращение отыр, алмайды. Вообще алатқан жоқ. Қысқарт атыр. Сокращение болса бастықсың ғой? Біздің үстімізден қарайтындар бар ғой. Кімдер? Ойызын адамдар бар ғой. Қалап қой. Асайбат. Иш шығып кетті сен. Базар жоқ, Еба. Қиын, үйрене алайсың сен. Талант қой. Негізі көп шығады, просто аузын ұрғап тұр. Күшті талант, Кайф. Базар жоқ. Мама үйреткен. Мама? Қатсы. Мал? Мал. Болды. Түш қойым қазір. Не болып шығады сонымен ол? Балықтың андай жеп қойған түрі бар ғой. Сондай ғой қазір. Сүйегі, е? Қарсы? Сенің бойшаяңмен жүріп алған досың. Мә, асекесе оғыздың шашынан қандай диордың иш шығатын, үстіне сүйіп алған доқиының есін білмейсің ғой, мәссі. Білем ғой, брат, білем. Білесің бірақ, е? Жан. Ау. Қызымызбен ақылдасықшы, бірінші ұл болатын болса, атын Қазыбек қоямыз. Ал егерде қыз болатын болса, оның атын дұрыс айтасың, Әлия деп қой. Қақтан білесің, е? Асеке, в общем, не үшін айырылысып кеттіңдерсіңдер? Короче, айтады ғой, ман, что-то в стране собирается меняться. Но всем безразлично. Все равно, мне кажется, никто даже осознанно не гуглил, что такое референдум. И то, что сейчас у нас спрашивают, каким должен быть будущий Казахстан, дейді ғой, прикинь. Қойш, менімен қазақша сөйлесіп жүр ғой қыз. Ба, енше зор сүйіседі ғой енше. Енді мен үйреткен ғой, брат, моя школа же. Қойш, қайсы школа? Қай жерде оқыдың? Сенің жынды класстастарың. Ағайға ше, мен айташ дей берсең, сабақ сұрамайды, оқып келді деп ойлайды. Қойш. Ағай, не айтасың? Асқар, тұр, айт сабақ. Бір қайтып қойын, ағай. Медет айт онда. Қазір Асқар бір қайтып аласың. Ана, не анасы солдың үстіндегі анау? Мынау ма ағай? Кітап қой ол. Бер жағында ғана тұрған. Мынау шаң ғой ағай, шаң. Анау бер жағында. А4 ғой бұл, А4. Не түсіп кетті ар жағына? Мал бірақ ғой? Әкел темекі. Сырты ағай әшейін, сырты ғой? Жоқ. Ағай, біз сізге ақша қарызымыз ба? Жоқ. Пелес, ақша қарыз қыса бұрсасыз ғой бізге? Басқаларынан әм сөйтіп ұрыспайсыз? Екеуіңнің жаның ашығаннан кейін жақсы көргенін ұрсам да мен. Бір 1000 теңге бар ма қарызға? Айттым ғой ақша үшіңді. Еркексіз ғой? Екеуің мектептен шығасыңдар деп жатыр директор. Не үшін ай?
Сабақ оқымайсыңдар екеуің. Өзіміздің біліміміз ғой. Темекі шегесіңдер екеуің. Өзіміздің денсаулыққа ғой. Келмейсіңдер еще сабаққа. Өзіміздің уақыт қой. Қара кесек тыңдайды деп отыр бәрі. Емес жоқ, шай онда. Қазір Шыға берейік енді. Отыр ай. Ойнап атым. Тоңдырып бастадыңыз ба бай? Тоңдырып тастаған өткен күнім, орап шолып қалып кеткен гүлім.